2023 жыл мінекей Мурманскіден Америк ағамыз келе жатыр, Қақарұлы, соны қарсы алып тұрмыз мінекей. Қош келдіңіздер деп қарсы алайық. Очень рад. Сердце трепещет. На родине предков. Слава Богу, жив-здоров, привез сыновей, встретил братьев. Очень доволен. Все хорошо. Я собирал там, его считается с 98 года, 25 лет. Этот материал он потом кусками собирался и по казахской линии, и по историке, и по документам, чтобы все было взаимосвязано. И в том числе душа моя наполовину русская, наполовину казахская, наполовину немецкая, советская будет. Первый советский. Да. Поэтому я еще раз говорю, что я всегда знаю свои корни, я их очень чту, уважаю. Білімден артылғалы тауда ердің, басуыда заңдылық қадамдалға. Жеті рет атасы Мекке барған, амандығы содан дерсің санаң барда. Майданда тобықтан қан кешіп өтер, қолдаушы Алла әруақты бабаң барда. Өз жарасын өзі жалап емдей білген, бөрі тектес ереді оқ қадалғанда. Ол күндерде артта қалып елге келді, өткеннің ісін енді шара бармауа. Тіліс аман болсын, отбасы ұрпақтарымыз аман болсын. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم.
родине моего отца, Мангельды, и с трепетом в душе стою перед вами на этой трибуне, потому что день сегодня знаменательный, великий и в то же время печальный. Я хочу, чтобы такого никогда не повторилось. везде рожат казахский, весь казахский народ из того поколения прошлого в это. Они дали нам возможность жить, любить, радоваться, дышать. Я хочу, чтобы мы все помнили. Спасибо. Жаудың жүгін жылқымен оңайлатты, алаң боспен абылай ақыдайлап, жаудың бетін қайтарып ойрандатты. Исатай жауға салған ақтабанды, жылқысыз батыр күні қап-қараңғы, қарасай ай-тұяқпен аттанғандай, қанжығаға өңгірген ақ-қараңғы. Аттан түспе палуан, аттан түспе, арға таңдай берік бол артқан ізге. Қазақтың салт дәстүрі не болады, қазіргі жігіттер мақтан түссе. Қабанбай жауды жеңген қу бастымен, Наурызбай Ағауызбен бұрады жең. Кенесары Ақтангердің арқасында жайған екен соғыста құлаш деген. Қобыланды шапқанда тай бұрылмен, қанжығаға жауменен бәйгелін
шобары тарихтың түбін түртсең шыға келген құлақ сергеді махамбетпен біздерге қатар жеттің жігіт жылқы дегенің егіз ұлым ең басты қаруы ғой ата өлеттің күлтеген менген тұлпар алып шалшы түргіштің халқын жеңген салып қанжы нарғызылға бөгін бай қарғып мініп қалмақтың басын алған шауып қарсы аттан түспе палуан аттан түспе арға таңдай берік бұл атқан іске қазақтың салт дәстүрі не болады бабаның ұрпақтары аттан түссе жылқыны ақын мінген батыр мінген алты жастан олжасын басып жүрген алыстан келе жатқан серілектің астындағы атынан атын білген аттан түспе палуан аттан түспе палуан аттан түспе аттан түспе аттан түспе палуан бөгілген добаға түспей басылмас ойдағы қаның жүгірген ойдағы қаның жүгірген ей сақадай сай боп ақтаңнан көзінде ойнап от жанға айтқаның қылмай дәлелі деп айтқанға жігіт көкпардан айтқанға жігіт көкпардан асаулармен арпалыспай жан берісіп жан алыспай жон арқадан тер ағызбай шапқан көкпар ма шаппай қарып атылмастан тоқтаяғы батылмастан шаппай талып алқынбастан шапқан көкпар ма менісі бір деген мақтауды тыңда марғайып мақтауға әркез болайық асаулармен арпалыспай жан берісіп жан алыспай жон арқадан тер ағызбай шапқан көкпар ма шоқтай қарып атылмастан оқтаяғы батылмастан шаппай талып алқынбастан шапқан көкпар ма шапқан көкпар ма асаулармен арпалыспай жан берісіп жан алыспай жон арқадан тер ағызбай шапқан көкпар ма шоқтай қарып атылмастан оқтаяғы батылмастан шаппай талып алқынбастан шапқан көкпар ма шапқан көкпар ма асаулармен арпалыспай жан берісіп жан алыспай жон арқадан тер ағызбай шапқан көкпар ма шоқтай қарып атылмастан оқтаяғы батылмастан шаппай талып алқынбастан шапқан көкпар ма шапқан көкпар ма ақшалай сыйлық Гүлістан Алмаз шабандоза